Бір рудан шыққан досы Амангелдіні ажалға айдап, шоқынып дінін сатқан Алиби Жангелдин аман қалып кеудесі медальға толған. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Бірінші дүниежүзілік соғысқа ауыр жұмыстарға жалпы Ресей империясының әр түкпірінен 19-40 жас аралығындағы ер адамдарын жинау қазақ жұртының ашуын оятты. Торғай өңірінде жергілікті халық жаңа ғана сайлаған Қыпшақ руынан шыққан хан Абдуғаппар Жанбосұлының әскер сардары, бірнеше тілдерді меңгерген, медреседе білім алған Амангелді Үдербайұлы бұл туралы естіп қол жинай бастайды. Сол кездегі 4 уезден тұратын Торғай облысының бірақ уезінде ұлт-азаттық көтеріліс басталып кетеді. Кейінгі тарихшылар бұл жай ғана бір аймақтық ешқандай ұлт-азаттық көтеріліс емес деп жоққа шығарады. Жай ғана қылышпен қаруланып, орыстарға төтеп берген Амангелдіге атасы Иманның фамилиясын беріп, Иманов деп орыстарға жақындатып қояды. Замандасы болған Иманов пен Жангелдин құлан Қыпшақ руынан болатын. Кейін шет елді аралап келіп, өзінің шоқынғанын және христианша атын Николай Степнов деп ауыстырғанын жасырмақшы болады. Және де қайтып келуінің негізгі мақсатын, яғни орыстар ықпалын күшейтіп, автономия, қарсылық пен діни миссионерлік екенін Амангелдіден жасырады. Большевик Жангелдин көтерілістің басында жүрген Амангелдіні алдап, өзінің арам жұмыстарын жүзеге асырып жүрді. Оның ішінде алашордалықтар Міржақып Дулатұлы мен Ахмет Байтұрсынұлыларға, яғни арғындарға қарсы шағыстырып қояды. Встреч умного человека Ленина, скажи, казахский народ поднялся против царя. Верно, для мужика земля это жизнь, а раз ты помогаешь... Тағы бірі патшаның жеңгеннен кейін қазаққа автономия алуға мүмкіндік ашатынын айтады. Амангелдіні құдайсыз, большевик, коммунист, интернационалист көрсеткісі келген орыс пропаганда машинасы 37-ның қызыл қырғынымен қатар 1938 жылы Амангелді туралы пьеса жазып, кино түсіріп, оны Лениннің мақсатын жүзеге асырып патшаға қарсы деп көрсетті. Сильный человек Ленин. Все ломает. И губернатор, и царя сломает. Шын мәнінде Мұстафа Шоқайдың айтуынша Амангелді әрдайым тек патшаға ғана емес, жалпы жерімізді енген орыс ұлтына қарсы болды. Қазақ ұлтын бөліп жармады. 1919 жылы алашордалықтардың қолынан қаза тапты деп билік қазақтарды бір-біріне айдап салады. Осы көтерілістің тағы бір атақты батыры Кейкі батыр. Аты жөні Нұрмұхамед Көкембайұлы. Ол орыстарға қарсы аса жауыздықпен соғысады. Ол туралы орыс пропагандасына тыс қалған себебі Қызыл армияның қолынан қаза болғаны. Кейін Жангелдин құйтырқыланып, оның өлімі туралы және қалай өлген туралы айтпайды. Себебі қызылдар оны 1923 жылы атып қана қоймай, екі қолын кесіп, басын шауып, найзаның ұшына қадап, Торғай қаласының орталық алаңына қазақтардың үрейін туғызу үшін орналастырып қояды. 1,5 жылдан кейін Астана Орынбордан Қызылордаға көшкен кезде Кейкі батырдың бас сүйегі Kunstkamera мұражайына беріледі. Кейін 2016 жылы елге қайтарылады. Бұл батырлардың өлімін егжей-тегжей зерттеу тек қана Амангелдіге ғана қатысты болды. Себебі Амангелдіні большевик интернационалист болғаны үшін өлтірді деп Міржақып Дулатұлын және жалпы алашордалықтарды айыптауға негізге алып зерттеген Алиби Жангелдиннің өзі еді. Бұл оның орталықтан алған арнайы тапсырмасы. Кейінгі жылдарға дейін Амангелді Иманов туралы зерттеу жұмыстары мен оның сол уақыттағы қазақ елдігіне жасаған орасан зор ықпалына баға берер ешкімнің болмауы мен тарихтың бұрмалануы орталықтан келген тапсырма екені көрсетеді. Қызыл үкіметті орнатушы ретінде көрсеткен билік Амангелдінің де Жангелдиннің де ескерткіштерін еліміздің ірі қалаларында орнатқан. Батыр Амангелдінің біз білетін образын қалыптастырған Әбілхан Қастеев еді. Ол 1939 жылы Торғай өңіріне барып, батырды көрген жұрттан сұрастырып ақпарат жинап, Амангелдінің бейнесін қағазға түсіреді. Арнайы ұйымдастырылған конкурстан жеңіс тауып, халық суретшісі және жоғары кеңес грамотасын алады. Оны көрген Алиби Жангелдин Қастеевке ризашылығын білдіріп, бейненің шынайы ұқсастығына тәнті болады. Тәуелсіз қазақша арнаға қолдау көрсету үшін тіркелу және қоңыраушаға басу.